Баршаларыңызға ассалаумалейкум, сіздермен бірге Жансая каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен ұл балаларға қойылатын ерекше әдемі мұсылманша есімдермен бөліскім келіп отыр. Менімен бірге болыңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мына хадисімен бөліскім келіп тұр. Бұл жерде сәбилерге пайғамбарлардың есімдерін беріңдер, және ең жақсы есімдер Абдулла және Абдурахман, ең шыншылдары Харис және Хаммам, ал ең жиіркеніштілері Харб және Мурра. Харб соғыс деген мағынаны білдірсе, Мурра ащы, яғни ібілістің бір атын білдіреді екен. Сондықтан бұл есімдерді қоймауға тырысыңыз. Енді ұл балаларға арналған ерекше мұсылманша есімдерге тоқталайық. Абдул Хамид, мақтаулының құлы. Әли, биік, асқақ. Әнәс, қуанышты, жағымды, ақкөңіл. Аңсар, көмекшілер, қолдаушылар, жолсерік. Ахмад, мақтаулы. Айюб, серт беруші. Бәкір, алғашқы, тез өсуші. Ғани, бай, есепсіз байлықтың иесі. Ғафур, кешірімді. Дәуд, сүйікті, тартымды. Закария, Алланы еске алушы, нағыз еркек. Ибрахим, халықтардың әкесі. Ыдырыс, ынталы, білім алушы. Ілияс, Құдайдың құдіреті, ғажайып. Инсан, адам мағынасын білдіреді. Ескендір, батылдарды жеңуші. Ислам, бейбітшілік. Исмаил, Алла өзі естиді деген сөз тіркесінен шыққан. Ысқақ, жайдарлы, көңілді. Ықылас, шынайы. Ихсан, мейірімді. Карим, жомарт. Қасым, бөлуші, таратушы, әділетті. Лұқман, қамқорлық танытушы. Мәлик, қожайын, патша. Мансур, жеңімпаз. Музаффар, жеңімпаз жауынгер. Мұса, ұл, сәби, судан табылушы. Муслим, мұсылман, Аллаға бойұсынушы. Мустафа, тегіс, жоғарыда тұрушы, ең жақсы, таңдаулы. Мұхаммед, мақталушы, дәріптелуші. Мухсин, жақсылық жасаушы. Мұхтар, таңдаулы, таңдау еркі бар адам. Нариман, мықты, мығым, берік. Нуриман, сенімнің нұры. Раис, басшы, жетекші. Рамадан немесе Рамазан, қасиетті айдың аты. Расул, елші, елшілікке жіберілуші. Ринат, жаңартылған, қайта туылған. Сабир, сабырлы. Садық, адал. Саид, мырза, ақсүйек. Салауат, қошеметтеуші, бата. Самат, мәңгілік, қолбасшы. Самир, әңгіме айтушы. Сардар, бас қолбасшы, жетекші. Сафа, таза, шынайы. Сүлеймен, амандықта, саулықта өмір сүруші. Сұлтан, патша, мемлекет басшысы. Табриз, мұра, байлық. Мақтаныш, ұлылық. Омар, өмір сүруші. Екінші халиф Умар ибн әл-Хаттабтың есімі. Үміт, күтілуші, қаланушы, арман. Файыз, жеңімпаз, дегеніне жетуші. Фаруқ, жақсы мен жаманды айыра алушы. Фаттах, қайыр есіктерді ашушы, жеңімпаз. Хабиб, сүйікті, дос, жақсы көрілуші, қымбатты. Хайдар, арыстан. Ханиф, шыншыл. Харун, бірбеткей, тәуелсіз. Халим, жұмсақ,
Хасан жақсы, әдемі. Хусейн сымбатты, жақсы. Хасан мен Хусейн пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүйікті немерелері. Жақып еруші, жолын қуушы. Құранда аталатын Алла тағаланың пайғамбарларының бірі. Жүніс көгершін мағынасын білдіреді. Жүніс есімі Құран кәрімде айтылатын Алла тағаланың пайғамбарларының бір есімі. Бүгінге осы есімдер сіздердің кәделеріңізге жарасын. Келесі видеоларда кездескенше ассаламу алейкум. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз.